Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, ардақты ағайын. Бүгін Нартай Аралбау каналында онлайн сұхбат. Бүгінгі біздің спикеріміз, өздеріңіз ерекше ықылас білдіріп жүрген азамат, саясаттанушы Асхат Қасенғали, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Асхат, шын айтайын, мен бүгін сізбен мынау түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі туралы сөйлескім келеді. Стамбулда өтті, жиын болды. Мен неге бүгін араға бір аптадай уақыт өтті, өйткені мен байқадым, желіде бір, қалай айтсам, бір ерекше бір қозғалыс болды, ерекше бір махаббат, Құдай-ау, қандай тамаша түрк мемлекеттері, түркі дүниясы біргеміз, бітті, ойбай деген. Мен ойладым, ертең Ресей, Қытай, Американың түгін қалмай екінші күн алып қоямыз-ау деген. Анау қатты серпіліс, қатты бір толқыныс болды. Оның себебі неде? Біздің қарапайым халық неге сонша ерекше қобалжумен, толқыныспен қабылдады? 2009-дан бері келе жатқан кеңес қой, былай қарасақ. Жақсы сұрақ. Біріншіден бұл қозғалыс жалпы түркі әлеміне деген, түркі бірлестігіне деген, одақтастығына, әріптестігіне деген ерекше ықылас ол бүгін көрініп тұрған жоқ. Нақтырап айтатын болсақ, 2020 жылдың 27 қыркүйегінен бастап көрініп келе жатыр деп айтсақ болады. Ол қандай оқиғамен өзіңіз де біліп отырсыз, көрермендер де жақсы біліп отыр. Ол Қарабақтың басқыншылардан азат етілу соғысының басталуымен. Яғни 2020 жыл 27 қыркүйек Қарабақта екінші соғыс басталды. Армян басқыншылары жеңілді. 44 күннен кейін 10 қарашада 2020 жыл дәл осы күні күллі түркі әлемінде серпіліс басталды. Және ол серпіліс сөзсіз Қазақстан азаматтарында шарпып өтті. Неге дәл осы кезеңде қазіргі түркі осы кезеңден бастап, былтырғы осы уақыттан бастап Қазақстанда ерекше бір осы түркі әлеміне, түркі одақтастығына, бірлестігіне деген ықылас пайда болды. Қарапайым халықтың ішінде неге оны менің көзқарасым бойынша екі түрлі жағдаймен түсіндіруге болады. Бірінші мәселе ол, яғни біз өздеріңіз білесіздер, Қазақстан, жалпы Қазақстан емес, Орта Азия мемлекеттері, күллі түркі әлемі деп айтайықшы, империялардың 300 жылға уақыт бойы империялардың бодандығында болды, империялардың астында жаңағы езгісінде болды, тепкісінде болды, ол өтірік емес. Және соңғы уақыттарда дәл осы империялық езгі мен тепкі тәуелсіздік алған жылдардан кейін, мына соңғы 2 жылдың ішінде, әсіресе 2019-18 жылдардан бастап қайтадан бізге күшейе бастады. Ол қандай негіздерде көрінді? Бірінші, ол солтүстік көршіміз Ресей империясының, Ресей мемлекетіндегі түрлі бір депутаттық деңгейден бастап, сонау бір Кремльдің ішінде портфель көтеріп жүрген үлкен ірі саяси шенеуніктердің деңгейінде біздің мемлекетімізге нападкалар, былайша айтқанда шабуылдар басталды, ақпараттық шабуылдар. Ол Қазақстанның тәуелсіздігі не байланысты, Қазақстанның жерінің тұтастығына байланысты. Енді соңғы кезде олар тіпті біздің ішкі саясатымызға араласа бастады. Яғни біздің ішкі саясатымыз, ішкі мәселеміз болып табылатын ол тіл мәселесінде. Яғни жоқ мәселені қоздырды, түймедей етті, артынша біздің мемлекетіміздің ішкі саясатын араласып жатыр. Яғни бұл біріншіден осы екінші империя, ол Қытай империясының, Қытай мемлекетінің жасап отқан ішкі саясаты. Оны да білеміз біз. Қазіргі таңда жасыратыны жоқ. Қытайда ішінде репрессиялық әрекет бар, саясаттар, оны ешкім жоққа шығармайды. Ол өзге ұлт өкілдеріне, ресми Қытайда 54 ұлт болатын болса, соның барлығына мысалы қысым бар. Оның ішінде діни көзқарас бойынша, одан кейін әрине ол қысымдардың ішінде түркі ұлттары болып табылатын, ол қазақ пен ұйғырға және ішінара өзбек бар, қырғыз бар деген сияқты, оларға да қысым көрсетіліп жатыр. Яғни осы империялардың тепкісі соңғы уақыттарда күшейді. Геосаяси мәселелер әлемде ушықты, және осындай кезде біз бір арнайы бір одақтастық, әріптестік, достық арқылы өзіміздің тәуелсіздігімізді, біріншіден, екіншіден тұрақтылығымызды, шекаралық қауіпсіздігімізді, территориалдық қауіпсіздігімізді сақтап қаламыз ба деген мәселелер әрбір азаматтың, саналы азаматтың ойында бар. Сондықтан біз осы бір түркі бірлігі арқылы осындай мәселелерді, осындай қауіптің алдын алуға болады деген азаматтарда ой пайда болды. Және ол ой бір аморфты деңгейдегі ой емес, ол ой нақты бір фактілерге негізделген, және расымен де түркі бірлігі ол қандай да бір қауіптен сақтап қалатындығы күні кеше болған Қарабақ соғыс көрсетті. Яғни Түркияның Әзербайжанға өзара екі мемлекеттің одақтастығы арқылы белгілі бір жақсы нәтижеге жетті. Сондықтан осындай бір жаңағы нәтижелерге байланысты желіде үлкен бір серпіліс туғанын түсіндіруге болатын шығар. Жақсы. Қараңыз, енді түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі енді түркі мемлекеттер ұйымы болып өзгерді. Жалпы үлкен саясатта подтекстің бәрін оқимыз ғой. Сол кеңес, сол мүшелер атау сізге не айтады? Қараңыз, біріншіден
бұл статустың өзгеруі, атау емес, статустың өзгеруі. Яғни кеңес ол сізбен бір мысалы кеңесіп отырмыз мүмкін, иә? Яғни менің сіздің алдыңызда белгілі бір міндеттемем жоқ, мысалы дәп қазір скайпты өшіріп тастауыма да болады деген сияқты. Өйткені сізбен біз жаңағы өзара келісім шарт арқылы енді ауызба келісу арқылы кеңесіп осыны іске асырып отырмыз. Ал ұйымда белгілі бекітілген құжаттар бар, іске асуға тиіс жоспарлар бар. Яғни бұл бір қадам алдыға жылжу деген сөз. Кейбір азаматтар айтады, енді бұл жаңа одақтастыққа әкеле жатыр ма деген мәселе деген сияқты. Мүмкін, оны да жоққа шығаруға болмайды. Саясатта мүмкін емес деген сөз жоқ қой, мысалы ешқашан деп айтпа дейді. Сондықтан мысалы Европалық одақты алып қарайық, бір күнде бола салған жоқ қой. 45-50 жылдық үлкен қадамнан басталды, сонау жаңа 50-ші жылдары және 97-ші жылы келіп, 96-97-ші жылдары келіп нақты одақ ретінде құрылды. Яғни олардың да басында Европалық кеңес, ақырындап өздерінің мемлекетаралық өзара шарттар, өзара келісу арқылы, кейіннен олардың өзінің бір жиындары өтіп тұрды деген сияқты белгілі бір нақты қадамдар бар. Енді одаққа айналу мәселесі, одақ бола ма болмай ма деген мәселе сұрақ туындауы мүмкін. Қазір ұйымның деңгейінде бұл кеңестен әлдеқайда жақсы. Ұйымның деңгейі кеңестен әлдеқайда жақсы. Бірақ кеңеске жету үшін де алдымен бір қатар қадамдар жасалды, білесіздер, иә? Тәуелсіздікті 91 жылды алдық. Барлық орталық Азия мемлекеттері, мысалы, кеңес үкіметі деген халықтар түрмесінен босап шыққаннан кейін. Одан кейін не болды? 92 жыл алғаш рет Түркияның жаңағы ұсынысы бойынша түркі тілді мемлекеттердің жаңа тәуелсіз түркі тілді мемлекеттердің арасында саммит өтті. Ол жерде ең бірінші мәдени байланысты арттыру, Түрксой, яғни құрылды. Кейіннен енді ақырындап осы мәдени байланыстар, өзара тарихымызды білу, өзара жаңағы ойынымызды, ұлттық ойындарымызды білу, салт дәстүрімізді білу, бірлесе Наурызды тойлау деген сияқты бір халықтың ішіндегі осы саяси астарға қарағанда мәдени астарды көбінесе сипаттау мәселесі жүзеге асты. Кейіннен ол жаңағы түркі мемлекеттерінің парламенттерлік ассамблеясы деген бар, Түркпа деген білесіздер, иә, сол деңгейге өтті. Одан кейін 2009 жыл кеңеске өтті. 2009 жыл кеңеске өтті. 2009 жылы араға міне тура 12 жыл салып, ол ұйымға айналды. Яғни кезең-кезеңмен ақырындап, мысық табандап, бірақ бір нақты бір мақсатқа, нақты бір цельға келе жатырмыз. Және бұл өте жақсы, өте дұрыс, себебі мұндай іс-әрекетте асығыстық жасауға болмайды, себебі асыққан шайтанның ісі. Бұл бір, яғни қателіктер жіберіп алуы мүмкін, біз асыққанмен енді ірі шенеуніктер, саясаткерлер, стратегтер асықпайды, сондықтан бұл қадамдар түсінуге болады. Екіншіден, енді осы кеңесте нақты бір құжат қабылданды, білесіздер. Ол біріншіден ұйымның жаңа кеңестің статусы ұйымға өзгерді, екіншісі 2040 жылға дейінгі стратегияның қабылдануы. Яғни 2040 жылы енді үмітсіз шайтан дейді, мүмкін біз одақ деңгейіне айналып кетуіміз мүмкін шығар. Бірақ менің ойымша одақ дегеніміз не? Ол көпшілік ойлап жүргендей әскери одақ емес. Көпшілік ойлайды енді түркі одағы десе, жаңағы Тұран одағы дегенді қазір шығарып алған, және оны бір әскери деңгейдегі одақ ретінде ғана елестетеді. Сондықтан менің ойымша бұл әскери одаққа қарағанда, әскери аспектілері болуы мүмкін. Әскери байланыстар, әскери жаңа келісім шарттардың барлығы ол әрине ашық түрде айтылмайды. Қазірдің өзінде болып жатса да, ол жаңа құпия деңгейде жасалатын дүниелер ғой кез келген мемлекеттің арасында. Сондықтан менің ойымша бұл көбінесе әскериге қарағанда экономикалық және сауда қарым-қатынасын байланыстыруға арналған болады. Кез келген мемлекеттің арасында қарым-қатынас немен өлшенеді? Ол сауда қарым-қатынасымен өлшенеді. Кез келген жерде саяси қаншалықты байланысы бар деген кезде екі елдің арасындағы импорт, экспорт сауда қатынасы 5 миллиард доллар, 10 миллиард доллармен өлшенеді деп айтып жатады. Сондықтан сауда қатынас қаншалықты тығыз болатын болса, басқа да ол жаңа қатынастар дамиды. Мәдени, әскери, экономикалық деген сияқты. Сондықтан менің ойымша ақырындап мүмкін 2040 жыл сондай бір деңгейге барып қалар. Жақсы. Алыс-беріс, барыс-келіспен жаңағы беки түседі деп жатса арамыз. Ал біздің айналып кеткен Қазақстанымыз Еуразиялық экономикалық одақтың мүшесі. Қазір қожасы болып қоқаңдап жүрген Ресей бар. Екі ортадағы шекарада жаңағы Ресейдің көп тауар кіреді, біздің кәсіпкерлер көп нәрсесін шығара алмайды деген жасап отқанға ұқсайды. Сонда түркі әлеммен ашықтан ашық саудаға кете аламыз ба? Бұл жерде түсініп тұрсыз ғой, бұл жерде экономикалық саудаға деген мәселеде. Бұл жерде әрине Мәскеу бұлдай жаңағы келісім шарттардың барлығын бұндай ұйымдарды үлкен бір күдікпен, тіпті мүмкін қауіппен деп айтуға да болатын шығар, қабыл алады. Мысалы, әсіресе ол түрік бірлігіне қатысты келетін болса, неге? Себебі
өзінің ішінде де бодандықта отырған, оны нақты айтудан қорықпаймын, бодандықта отырған түркі ұлттары жетерлік. Күні кеше ғана мысалы Татарстандағы жалғыз Мәскеуде өзі екі-ақ президент бар, біреу Путин, екіншісі Татарстан президенті. Соның өзінің статусын жойып аймақ басшысы деген, яғни глава региона дегенге ауыстырмақ болды. Мысалы Татарстан билігі оған қарсы екенін көрсетті. Сондықтан осындай бір опасениялар бар Мәскеудің тарапынан, оны жоққа шығаруға болмайды. Және Мәскеу әрине ол тығыз қарым-қатынасты, экономикалық сауда қарым-қатынасына қарсы болады. Себебі орталық Азия мемлекеттері Мәскеуге қарағанда түркі бірлігінің одағының аясында сол жаққа қарай өзінің көзқарасын, бағытын өзгерте ме деген қауіп жоқ емес. Сондықтан әрине біз Евразиялық экономикалық одақтың ішінде өзіміз инициатор болып кірдік, инициатор наказуем деді орыстарда, мысалы кірдік, одан кейін қазір кіруін кіріп алып, одан қалай шығарымыз білмей отырған жайымыз бар. Себебі көптеген шарттар жаңа енгізіліп жатыр, және бұл шарттар жыл өткен сайын бізге тиімсіз болып бара жатыр. Мысалы қазір өздеріңіз білесіздер, Беларусияда не болып жатқан, не Беларусь пен Польшаның шекарасында не болып жатыр. Ол жақтағы қарым-қатынастың өзі мысалы санкция салуға келіп соқтырады. Беларусия қазірден бастап санкция салып жатыр, ал Беларусияның диктатор басшысы Лукашенко айтады, бұл салынған санкция жалғыз маған емес, тұтастай Евразиялық экономикалық одаққа әсер етеді, сондықтан бірлесе жауап берейік дейді. Яғни Лукашенко сондай бір былықты бастады, бірақ не үшін біз оған жауап беруіміз керек? Осындай кішігірім мысалдардың өзі бізге Евразиялық экономикалық одақтың пайда емес, ұйық екенін дәлелдеп тұр, көрсетіп тұр. Сондықтан әрине біздің басшылар да ол одақтан шығудың, қандай да бір шарттарға қол қоймаудың мүмкін бір жаңағы амалдарын ойластыратын шығар. Сондықтан Мәскеу бұл одаққа, бұл әріптестікке қарсы. Және тағы бір айта кететін мәселе, бұл жерде неге олар түркілерге қарсы деген сияқты. Мәселе түркілердің жекелей алғанда түркі халықтарын емес, түркі бірлігіне. 2008 жылы білесіздер, Ресейде барлық жаңағы түркі мемлекеттері, түрік лицейлер жабылды. 2008 жылы Ресейде түрік лицейлер жабылды. Бізде бар, жаңа Қырғызстанда бір, көптеген түркі мемлекеттерінде бар ғой. Енді сол лицейлер көбінесе мына Ресейдің қауіпсіздік органдары тарапынан пантюркизмді дамыту және Ресейді болашақта бөлшектеуге мүмкін саяси институттарды туындату мүмкін деген сондай бір қауіптері болды. Сөйтіп жауып тастады. Бірақ енді Татарстан, Башқұртстан, мысалы Алтайда және тағы да басқа аймақтарда олардың атауларын өзгертті, кейбіреулердің ішіндегі ұстаздарын өзгертті, оны Ресей басшылығы жаңағы өздері тағайындай алды деген сияқты кейбір аймақтарда сақталып қалды. Сондықтан әлі де олар жаңағы Түркияның осындай бір ішкі мәселелеріне араласу мүмкін деген қауіптерден сақтанады. Және соңғы жылдардағы сақтану іс-әрекеттері де Ресейдің жаңағы Түркияның ықпалынан жасқанатын көрсетеді. Мысалы алып қарайтын болсақ, Сириядағы іс-әрекеті, Ливиядағы іс-әрекеті Түркияның, және оңтүстік Кавказдағы іс-әрекеті, яғни нақты бір антиресейлік көзқарастағы күштерге нақты қолдау білдіру, соққы жасаушы дрондарын беру деген сияқты. Сол арқылы Ресейге қауіп төндіре алатын, геосаяси ойында қауіп төндіре алатын нағыз бір жаңа қанаты бекіген ойыншыға айналғанын көрсетті. Бұл бірдеңіз. Және ең соңғысы ол Украинадағы іс-әрекеттерге байланысты. Әрине Украина ол түркі ұлты емес, ол славян ұлты, оның діні де, тілі де, сөзі де, түрі де барлығы жаңа түркілерге сәйкес келмейді. Керісінше сол өзінің ата жауы Ресейге сәйкес келетін шығар, бауыр болып саналатын. Сондықтан бірақ соған қарамастан Түркия жаңа Украинаға өзара екі жақты келісімнің негізінде соққы жасаушы дрондарды берді, байрақтар. 2018 жылы келісім жасалды, 2019 жылы берді. Биыл мысалы алғаш рет мысалы 26 қарашада Донбасста қолданылды. Донбасста қолданылған күннен бастап Ресейдің ұйқысы қашты. Шыны керек қазірдің өзінде Украинаның маңында әскер топтастырды. Яғни осындай бір мысалдар жетерлік. Сондықтан Ресей бұл әріптестікке барынша қарсы болады. Қарсы болу барысында Қазақстан басқасына сөз өтпесе де, енді Қазақстан мен Қырғызстанға нақтылап айтқан кезде рычаг давления дейді ғой, яғни қысым көрсету рычагтары бар. Себебі неге? Бұл екі мемлекетте, Қазақстан да Қырғызстан да біріншіден Евразиялық экономикалық одақтың мүшесі, бір, екіншіден ОДКБ деген және ұлттық қауіпсіздік шартты ұйымына мүше. Осы екі ұйымның аясында бізге бір қандай бір қысымдар көрсету мүмкін. Қысым дегенді басын ашып айтайық, Ресей бардыра Қырымды тартып алды. Қазір Беларусияны өзінің одақтас мемлекет ретінде танытып отыр. Бізге жігітше айтқанда не істей алады, қолдарына не келеді? Қолымызды бір сілтейді. Ресей, сендер бізге қажеттерің жоқ дейміз де, демаркация өткізіп шекараны жауып тастаймыз. Бітті. Біріншіден алып қараған кезде ол Қырымда асыққа бара алмайтын шығар. Қырым сценарийі қайталануы мүмкін, оны ешкім жоққа шығармайды. Кез келген қауіпті
минималды, яғни 1% деңгейдегі қауіп болса да, оны саясатта қарастырады, және ондай 1% деңгейдің өзі бар. Оны енді Ресейдің былтырдан бастап айтып келе жатқан Жиренов, Никонов, Федоров, жаңағы көп қой Мединский тіпті президенттің кеңесшісі деңгейіндегі, соңғы деңгейдегі Лавровтың айтып жүрген сөздері, яғни ксенофобия, орыс тіліне қысым деген сияқты мәселелердің сөздердің барлығы, бұлар не? Бұлар сигнал. Ақордаға, жалпы билікке, жалпы қазақ қоғамына сигнал, яғни аңдамай бассаң, ойлан айналайын деген сияқты сондай бір сигнал. Бұның әрбір айтылған сөздің артында қарапайым деңгейде қарапайым сөз шығар азаматтардың арасында, бірақ ол саясатта сигнал болып саналады. Сондықтан бұл ескерту. Украинада да дәл осылай сияқты болған, өздеріңіз білесіздер, орыс әлемі, славян бірлігі деген сияқты қарым-қатынастардың барлығын мысалы осындай сөздерді ұсыну арқылы сигналдар жіберген болатын. Сондықтан әрине мен Украинада сияқты жаңа сценарий толыққан жүзеге асады деп 100% айта алмаймын. Оны ешкім саясатта ондай болжам жасай алмайды, бірақ ондай қауіпті жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан солтүстік аймақтағы мысалы өздері көп айтады, мысалы орыс жері деген өтірік, тарихи негізге негізделмеген, ойдан шығарылған жалған ақпараттарды ұсынған, оны ең басты өзінің аудиториясына, ішкі аудиториясына сендіріп тастады. Маңыздысы олар үшін сол, яғни сыртқы аудиторияларға маңызды емес. Сондықтан ондай қауіп бар. Бұл бір. Екіншіден, шекараны жауып тастау, 100% жауып тастау деген ол мүмкін емес, ол бізге де қажет емес. Неге? Себебі Ресейде 1 миллион қазақ бар. Қандасымыз бар, оны жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан олармен де байланыс ұстауымыз керек. Ресейдің жаңағы Омбы, Томбы, Аштархан аймағының барлығы қазақтың ежелден жаңағы тарихи мекен. Әрине біз территориалдық аумақтық тұтастыққа ешкімнің күмән келтірмейміз. Арнайы мемлекет аралық және Біріккен ұлттар ұйымының шарттары негізінде белгіленген шекарамыз бар. Бірақ соған қарамастан ол қандастарымызбен, ол тарихи отанымызда тұрып жатқан, тарихи жерлерімізде тұрып жатқан бауырларымызбен қарым-қатынасты үзбейміз. Сондықтан шекараны 100% жауып тастау деген ақылға сыймайтын вариант. Яғни оны сызып тастау керек. Және Ресеймен бізде экономикалық байланыс көп. Қазақстан білесіздер, нөмір бірінші экономикалық партнері кім? Ресей. Қазақстан нөмір бірінші экономикалық партнері Ресей. Сондықтан нөмір бірінші экономикалық партнердан ешкім бас тартпайды. Ешбір мемлекет бас тартпайды. Бұл дегеніміз Қазақстанның ішіндегі қаншама көптеген кәсіпорындардың тұралап қалуына, азаматтардың жұмыссыз қалуына әсер етеді. Қысқа мерзімді перспективада. Сондықтан ондай қарым-қатынастарға яғни бару ешқашан бармайды деген ойдамын. Бірақ соған қарамастан енді бұға берсең сұға береді. Қандай да бір дәрежеде, әсіресе сыртқы саясатта біз енді өзімізді проресейлік деп жариялаған мемлекет емеспіз. Мысалы, Белоруссия сияқты. Белоруссия өзін анық проресейлік мемлекет деп жариялаған. Сондықтан біз ондай емеспіз. Біз көп векторлы мемлекет деп өзімізді жариялағандықтан, көп векторлы саясат ұстанғандықтан кез келген мемлекетпен қарым-қатынас жасауға, одақ құруға, жаңағы әріптестік жасауға өзіміздің жаңа құқығымыз бар. Қараңыз, Асқар, бірақ сіздің сөзіңізге сүйенсем, қазір Орта Азиядағы көп козыр ол Ресейдің қолында. Иә. Біз енді сіз айтпақшы нақты сигнал бердік. Түркі мемлекеттер ұйымын құрамыз, ұйымына мүшеміз, біз бардық. Президенттің мінекей мына бір сөзі менің алдымда тұр. Біздің құрылымға халықаралық қауымдастық едәуір қызығушылық танытуда дейді. Жаңа түркі мемлекеттер ұйымына қатысты түркі әлемінің геосаяси әлеуетін тиімді пайдалану керек. Бұл бәріміз үшін маңызды деді. Мұны да түсінген адам үшін үлкен сигнал жатыр. Бірақ көтер ана жақта. Біз ойын тәртібін қалай өзгертеміз? Менің ойымша, Қазақстан белгілі басымдықты бір тарапқа береді деген ойда емеспін. Яғни баланс сақтау. Біз үшін қазіргі ең тиімді дүние ол баланс сақтау. Өздеріңіз білесіздер, бұл жаңа өзім айтқандай Қазақстан билігі проресейлік билікке айналып кетпеу үшін жасалып жатқан амалдар. Яғни соңғы уақытта енді бізде көптеген жобалар Ресеймен байланысты болып кетті. Оны жоққа шығаруға болмайды. Жаңа айтылған ОДКБ, айтылған Евразиялық экономикалық одақ, ең соңғы мына шу болып жатқан Сбер келісімі, және алда мүмкін болып қалуы мүмкін АЭС мәселесі деген сияқты. Байқоңыр тұр, білесіздер, ғарыш айлағы тұтастай қала. Одан бөлек Ресейдің бірнеше әскери сынақ алаңдары бар, полигондары деген сияқты. 1500-ден астам орыс тілін үйрететін таза орыс тіліндегі мектептер, 3,5 миллион орыс тілінде сөйлейтін халық, осының барлығы Қазақстанның Ресей билігіне барынша жаңағы шешім қабылдау кезінде Ресей билігі жағына бір қарап қоюға итермелейтін фактілер. Сондықтан енді бұл фактілер барынша аса бермеу үшін не керек? Баланс керек. Баланс үшін сондықтан бір баланс ол түркі әлемі, яғни түркі одақтастығы осы мәселелер бойынша ең бірінші менің ойымша бағытты өзгертпейді, баланс ұстау бойынша осындай саясатта жүргізуге тырысады. Және тағы бір сөзді айтуға рұқсат етіңіз, және геосаяси әлеуетін тиімді пайдалану деген мәселе айтылды ғой жаңа, өзіңіз айттыңыз. Бұл жерде геосаяси әлеует дегенді қалай түсінуге болады? Расымен түркі одағы құрылатын болса,
ол біз үшін өте тиімді экономикалық тұрғыдан алып қарағанда. Және геосаяси әлеует дегеніміз не? Геосаяси әлеует дегеніміз түркі әріптестігі, түркі ұйымдарының арасындағы сауда, бұл батыс пен шығысты байланыстыратын үлкен бір жол болады. Жаңа жібек жолы деп атасақ болады. Неге? Себебі Орталық Азиядағы 4 мемлекет, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Каспий арқылы Баку, яғни Әзербайжан, Қарабақ арқылы Зангезур дәлізі салынып жатыр. Қазіргі таңда былтырғы Армения жеңілісінен кейін ол дәліздің салынуына келісім берді. Зангезур дәлізі арқылы Нахичеванға өту, Нахичеван арқылы Түркияға өту. Осындай үлкен 5000 шақырымдық жол арқылы біз Қытайдан шыққан тауарды Еуропаға, Еуропадан шыққан тауарды Қытайға жеткізу арқылы, яғни сауда қарым-қатынасында үлкен бір байланыс көпір орната аламыз. Міне геосаяси әлеуетті тиімді пайдалану дегеніміз осы. Яғни бұл жерден біз логистика тұрғыдан да қаржы таба аламыз, бұл бір. Екіншіден салық алу арқылы деген сияқты көліктердің әрбірінің өтуінен бұл бір. Екінші ақылы жолдардан пайда табамыз, бұл екі. Үшінші өзіміздің саудамызды, яғни өзіміздің тауарымызды экспорттай аламыз сыртқа. Сондықтан геосаяси әлеует дегенді бірінші осы деңгейде түсіну қажет деп ойлаймын. Қараңыз, түрік мемлекеттер ұйымы Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан толыққанды мүше, Мажарстан мен Түркістан қазір бақылаушы мемлекет. Мынандай ой болып қалды, трансляцияны көріп отырмын, біреу келсе, біреу келіспес. Еуразиялық экономикалық одақта кейде Путин қоқаңдап жүретіні бар ғой. Сол түрік мемлекеттер ұйымында Ердоған бір сондай образға кіріп алған сияқты болып көрінді. Бәрі мүмкін. Аға, яғни старший брат дейді ғой енді. Қалай айтсам болады енді қазақша үлкен аға дейміз бе? Ондай образда да, яғни түрік мемлекеттердің басын қосушы бір жаңа лидер ретінде Ердоғанның мүмкін ішкі амбициясы бар шығар. Сарапшылар да енді сыртқы саясатта көбінесе сол бағытты ұстанып жатады. Бірақ енді бізге ең маңыздысы ол Ердоғанның өзін қаншалықты ұстайтын емес. Ердоғанда енді мәңгілік не емес қой, жаңағы мәңгілік тұлға емес деген сияқты. Бектер кетер, жаңағы ел қалар дейді. Сондықтан ел қалады артында деген сияқты. Сондықтан басшылар кетеді, құрылған ұйым қалады. Сондықтан Ердоғанның образына қарағанда бізге маңыздысы оның жасап жатқан және істеп кетуге тиісті тарихи миссиясы. Яғни менің ойымша, егер де ол бұл миссияны сәтті атқара білетін болса, ендеше Ердоғаннан кейін де жаңағы бұл құрылған құрылым өзінің сәтті нәтижесін беретін болады. Яғни әріптестік. Енді бұлай алып қарайтын болсақ, қараңыздар. Түркия қазіргі таңда енді расымен де Ердоған Түркия менің ойымша осы бір түркі қауымдастығын, әріптестігін, одақтастығын деп айтайық, ең соңғы цельді құруға соңғы жылдар өте мүдделі сияқты. Әсіресе Ердоған тарапынан. Неге деп айтайық? Біріншіден қараңыз, Ердоған билікке келгеннен кейін мұсылман мемлекеттерінің бір қорғаушысы сынды образды алғысы келді. Оны жоққа шығаруға болмайды ғой. Мьянмада қырылған рохинджа мұсылмандарына бір қорған болғысы келді. Израильдің жаңағы Палестинаны бомбалап жатқан мұсылмандарға қорғаншы болғысы келді деген сияқты. Яғни әлемде 1,5 миллиард мұсылманның кімнен таяқ жеді, кімнен жапа шекті, соның бір қорғаншы болғысы келді. Бірақ өкінішке орай ол вакансияға, былайша айтқанда, таласушылар көп екен. Сауд Арабиясы сынды, Біріккен Араб Әмірліктері сынды, яғни араб түбегіндегі монархтар тарапынан, патшалық сұлтандықтар тарапынан таласушылар көп екен. Яғни бұл жақта оның бір жаңа жоспарлары іске аспаған сияқты. Бұл бір. Екінші мәселе, Ердоған Еуропа қауымдастығымен де жақсы қарым-қатынас ұстағысы келді. Бірақ Түркия міне 50 жыл, жарты ғасыр уақыт болды, жаңағы Еуропалық одаққа, ЕС-ке мүшелікке ұсыныс беріп қойды, яғни өзінің құжаттарын беріп қойды, бірақ олар түрлі талаптармен, түрлі жаңа критерийлермен Түркияны қабылдамайды. Мынау сәйкес келмейді, мынау сәйкес келмейді деген сияқты. Бұл вариантты да алып тастайды. Сондықтан енді қабылдамаған жерден, яғни қайта-қайта құшағыңды аша бересің, ал сенің кеудеңнен итеретін жерге ешкімде барғысы келмейді, мемлекеттерде дәл сол сияқты. Жауапсыз махаббат. Сондықтан енді ең соңғы және ең тиімді мәселе ол түркі одақтастығын құру. Себебі бұл жерде бір артықшылық, ол жаңағы діні, тілі, шығу тегі бөлек түрлі мемлекеттердің басын қосқанға қарағанда, тарихы бір атаның ұлдары деп атайықшы, былайша айтқанда, бір атаның ұлдарының басын қайтадан бір шаңырақтың басында, бір үйдің ішінде жинап, ұйымды үй деп айтатын болсақ, мысалы, сол жерде өзара келісіп, бауырлар бір-біріне ренжуі мүмкін, бірақ бауырлар бір-біріне пышақ сұқпайды. Сондықтан осындай бір жаңағы әріптестік негізінде бір ұйым құруға әрекет жасап көрді, және оның әрекеті сәтті, әзірге сәтті жүзеге асып жатыр деп айтсақ болады.
бірақ бұл модель жаңағы Ердоғанның тағы бір артықшылығы, жалғыз Ердоғанның емес, енді түркі мемлекеттердің, түркі мемлекеттер басшыларының артықшылығы деп айтатын болайық. Артықшылығы бұл жерде мен жасап бердім деген көзқарас жоқ. Яғни мен бердім. Стамбулдың тарапынан, Түркияның тарапынан мен бердім, біз бердік, біз бермегенде сендерде ондай болмас еді деген сияқты көзқарас жоқ. Мысалы, Стамбул, Түркия, Анкара қандай да бір көмек беретін болса, әсіресе корона дағдарыс кезінде түркі мемлекеттері көптеген көмек берді. Біз бердік, біз бермегенде сендерге кім көмектесер еді деген сияқты бір сондай бір риторика көрсеткен жоқ. Ал Мәскеу тарапынан алып қарайтын болсақ, мысалы Ресей тарапынан алып қарайтын болсақ, өзінің бауырларына жасаған көмекті, жаңағы жасаған қайырымдылық қашанда біз жасадық, біз болмасаңдар сендер кім боласыңдар деген сияқты сондай бір қарым-қатынас деңгейінде көрініс табады. Және ол қате модель. Мәскеудің неге себебі қарап отырсақ, қазіргі таңда славян бірлігі деген мәселе, түркі бірлігі деген жақсы сәтті іске асуда, ал славян бірлігі деген мәселе Мәскеудің қате саясатының нәтижесінде быт-шыт шықты. Мысалы, Ресей мен Украинаның арасында соғыс бар, жарияланбаған, екеуі де славян халқы. Беларусьтың тәуелсіздігін Мәскеу жұтып алғысы келеді, екеуі де славян халқы. Енді Польша мен Беларусияның арасында соғыс болып кетуі мүмкін. Қазіргі жағдайда білесіздер, мигранттарға байланысты. Бірақ Польшада батыс славяндық халық, Беларусияда славян халық. Яғни сөз жүзінде славяндардың арасында треска, яғни осындай бір не бар, қарама қайшылықтар, соғыс, қақтығыс, кикілжің бар, ал түркі мемлекеттерінде ондай жоқ. Сондықтан мүмкін түркі мемлекеттердің таңдаған жолы, моделі барынша тиімді әрі жақсы екені осы тұрғыдан көрінген шығар. Жақсы. Жаңағы түркі мемлекеттер ұйымына қатысты жалпы саясатқа сәлде болсын қызығушылығы бар адамдардың ең сүйікті саяси кейіпкері Аркадак неге толыққанды мүше болмай отыр? Қараңыздар, Аркадак жаңағы Түркменстанның президенті, ол жайлы көбірек өзім жазуға да тырысамын деген сияқты әлеуметтік желілерде. Негізгі былай саясатта көбінесе жаңа көпшілігі оны бір сайқымазақ ретінде санауы мүмкін. Енді шыққан видеоларына, жаңа өзінің іс-әрекеттеріне жасаған деген сияқты. Бірақ шынымен де алып қараған кезде оның әрине жасаған іс-қадамдары өзінің мемлекетінің саяси бейтараптығын сақтап қалуға тырысу. Бейтараптығын сақтап қалуға тырысу. Өйткені Түркменстанда білесіздер, нейтралды позиция деген ол кәдімгі мемлекеттік мейрам. Биыл 30 жылдығын Түркменстанның нейтралдылығының 30 жылдығы аталып өтілді. Яғни олар қандай да бір союзға, қандай да бір одаққа кірмеуге тырысады. Бірақ Аркадактың, яғни Бердімұхамедтің жаңағы осы жолғы түркі мемлекеттер ұйымына бақылаушы ретінде кіруі, болашақта ол ұйымға мүше болып кіретінінің дәлелі. Өздеріңіз білесіздер, Өзбекстанның да дәлелі осындай болатын болған, яғни Өзбекстан басында бақылаушы болып кірді, кейіннен толыққанды мүше болды. Ал келесі жылы, уже 2022 жылы, міне нәтижесі Өзбекстанда алғашқы түркі мемлекеттер ұйымының саммиті өтеді. Яғни болашақта Түркменстанда осындай деңгейге жететініне менің күмәнім жоқ. Бұл бір. Екіншіден, Түркменстан бейтараптық саясат ұстанса да, Түркияға жаңағы бүйрегі бұрып тұратынын оның жаңағы экономикалық және әскери іс-қимылдарынан көрсек болады. Мысалы, жақында Орталық Азия мемлекеттерінің ішінде бір ғана мемлекетте соққы жасаушы түркиялық Байрактар дроны бар екен, ол қай мемлекет? Ол Түркменстанда. Бұған дейін Түркменстанда ондай дрондардың бары, тіпті бары болмақ тұрмақ Түркиядан сатып алуы мүмкін деген келісім шарттарға қатысты бірде-бір жерде жаңалық шыққан емес, бірақ Түркменстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығында ол сол дрондардың барын көрсетті. Алаңда жүріп өтті салтанатты шерумен. Яғни әскери қарым-қатынас жақсы деңгейде орналасқан. Тағы бір ерекшелігін айта кетейін, Орталық Азия мемлекеттерінде 4 мемлекет басты қаруды Ресейден сатып алады. Олар Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан. Осы 4 мемлекет Ресейден сатып алады, және бірінші орында тек қана Түркияға басымдылық беретін ол Түркменстан. Яғни осының өзі де бір Түркменстанның жаңа Түркияға экономикалық, әскери, саяси тұрғыдан жақындығын көрсетеді, және менің ойымша болашақта ол толыққанды мүшесі болады. Және бұл толыққанды мүшесі болды дегеніміз, ол бір бейтараптықта жақшаның ішінде Ресейге қарағанда, мүмкін Қытайға қарағанда түркиялық позицияны таңдадым деген бір сигнал болатын шығар. Сіздің мына сөзіңіз Құрбанқұлы Бердімұхамедовке деген көпшіліктің көзқарасын өзгертіп тастады деп ойлаймын. Таң-тамаша болды. Енді қараңыз, түркі мемлекеттер ұйымының басқосу өтіп жатқанда Стамбулда, мұнда жаздыңыз ғой, Қазақстан мен Өзбекстан әскерлерінің біріккен жаттығуы болды.
Бұл кездейсоқтық па? Қазақстан мен Өзбекстанның кездейсоқтық деп айтсақ болады. Бұл яғни именно нақты осы іс-әрекетке байланысты жасалды деп жаңағы айтуға болмас. Бұл алдын ала мемлекеттердің арасында жоспарланады. Алдын ала жаңағы қамтамасыз етіледі. Өзбекстан неге Қазақстанмен жаңағы не жасады? Әскери жаттығу жасады. Ертеңнен бастап 17 қарашадан бастап 24 қарашаға дейін Өзбекстанда сол жаттығудың екінші деңгейі өтеді. Ол Өзбекстанның Термез қаласында, Термезді білесіздер, Ауғанстанмен шекаралас. Яғни бұл көбінесе екі ел арасындағы әріптестікті, екі ел арасындағы қарым-қатынасқа негізделген. Біріншіден, екіншіден Ауғанстандағы қауіп-қатерге байланысты. Өзбекстан енді Ауғанстандағы қауіп-қатерге алаңдайды. Олардың Талибанмен қарым-қатынасы бар, оны жоққа шығаруға болмайды. Және Мазари-Шарифте мысалы әуежайды қалпына келтіру үшін өзіміздің көмегімізді беруге дайынбыз деген сияқты қазірдің өзінде үндеулер жасап жатыр. Бірақ Өзбекстан сырттан да талибтерге 100% есі дұрыс адам, есі дұрыс қоғам сенбейді. Сондықтан және Ауғанстанда одан Талибаннан бөлек те жаңағы лаңкестік ұйымдар бар. Сондықтан Ауғанстан тарапынан қауіп бар. Оны жоққа шығаруға болмайды. Және ол қауіпті Өзбекстан жалғыз өзі емес, жау шапса одақтастармен немесе өзіне тілеулес мемлекеттермен бірге тойтаруға ниетті. Сондықтан Қазақстанмен осындай жаттығулар жасап жатыр. Неге Қазақстанмен? Өйткені Қазақстан Орталық Азиядағы әскери тараптан енді саяси сараптамада, әскери сараптамада екінші әскери күш саналады Өзбекстаннан кейінгі. Сондықтан екеуінің арасында осындай бір өзара келіскен мәселелер болып жатыр. Сондықтан бұны жақсы тәжірибе ретінде қабылдауға болады. Және мүмкін мемлекет аралық келісімде қазіргі таңда бар шығар, яғни бір қандай да бір қауіп-қатер болатын болса, Қазақстан Өзбекстанға көмек беруге дайын деген сияқты. Бұл бір. Екіншіден, Өзбекстан енді ОДКБ-ға мүше емес. Бұл жерде яғни өздеріңіз білесіздер, Тәжікстан мүше, Қырғызстан мүше, Қазақстан мүше, ал Өзбекстан мүше емес. Сондықтан Өзбекстан осындай бір мемлекет аралық келісімдер арқылы, мемлекет аралық әріптестік арқылы жаттығулар өткізуге мәжбүр. Түркменстан да ОДКБ-ға мүше емес, және Түркменстан да жаңағы бірлескен осындай мемлекет аралық жаттығулар өткізуге мәжбүр. Сондықтан осы тұрғысынан алып қарау керек сияқты. Яғни менің ойымша бұл сәйкестік, жаңағы нақты жоспарланбаған сәйкестік. Жақсы. Қараңыз, 12 қарашада Түрік мемлекеттер ұйымының басқосуы өтті Стамбулда. 9 қарашада Ресей Федерациясы сыртқы істер министрі, Ресей кардиналы Лавровтың мақаласы шықты. Ол жерде ксенофобия, орыстарды, орыс тілділерді Қазақстанды шеттетіп жатыр деген мәселе. Жақсы. Қазақстанға шабуылды Никонов тарапынан түсіндік. Федоров тарапынан барынша жауап беруге тырыстық. Бейресми тұрғыда. Бауыржан Байбек маған сұхбат бергенде айтпақшы, жалғыз ресми тұлға ретінде сол жауап беріп еді. Және Жириновский жарайды түсінеміз. Енді сыртқы істер министрі Лавров соған берген біздің жауабымызға көңіліңіз толды ма? Әлде қалай болу керек еді? Шындығымды айтсам, ешқандай сыртқы істер министрлігі тарапынан берілген көңілім толған жоқ. Енді депутат ханымның жауабын көрдім, Снежанна Имашева қателеспесем жауап берді. Яғни бұл Лавров басымдық қатырмасын деген. Лавров басымдық қатырмасын деген сөзді саяси интерпретацияда сыртқы істер министрлігі жауап беруге тиіс еді. Сыртқы істер министрлігі сондай бір жауап қатуға тиіс еді. Егер де біз мынандай ғой, жаңағы үндемеу ол келісудің белгісі дейді енді. Молчание знак согласия деген, яғни үндемеу келісудің белгісі. Егер біздің тарапымыздан нақты жауап болмайтын болса, ендеше ол расымен де Қазақстанда ксенофобия бар екен дегенді мойындау болып табылады да, былайша айтып қарағанда. Ал біздің министрлік нақты жауап берген жоқ. Бізді шынайы тұрғыдан алып қараған кезде менің ойымша жауап былай болуға тиіс еді. Біріншіден, бұл Қазақстанның ішкі мәселесі. Ксенофобия Қазақстанда жоқ. Біріншіден, бұл Қазақстан ішкі мәселесі. Ішкі мәселемізді біз өзіміз реттейміз. Және қандай мемлекет болмасын, біздің ішкі мәселемізге араласуына біз жол бермейміз деген сияқты нақты әдемі саяси жауап болуға тиіс еді. Өкінішке ондай жауап болған жоқ. Сондықтан ол жауапқа, сыртқы істер министрлігі берілмеген жауапқа менің көңілім толды деп айта алмаймын. Шындығына алып қараған кезде енді ксенофобияның отаны Ресей ғой, мысалы. Орталық Азия мигранттарын шектеу, оның ішінде дініне байланысты шектеу, Мәскеу сенің жерің емес деп кавказдықтарды қуу деген сияқты, яғни ондай күнделікті күйбең тірлікте оқиғалар, мысалдар, видеолар өте көп. Сондықтан осының барлығын көре отыра үндемеу, нақты жауап бермеу, ксенофобия бар сияқты
оны қабыл алып, оған ешқандай бір реакция танытпау менің ойымша ол дұрыс емес. Егер де түйе құс сияқты басымызды жаңағы жердің астына тығып алсақ, одан мәселе жоғалып кетпейді. Сондықтан нақты жауап беруге тиіспіз. Ішкі мәселемізге ешкімнің араласуына жол бермеу қажет деп ойлаймын өз басым. Жақсы. Қазақстан Республикасы бұл тәуелсіз мемлекет. Тәуелсіз, бірақ Ресейдің әлі қоқаңдауын қоймай отырғанына куәміз, иә? Жақсы, қараңыз. Енді менің түсінігімде саясат бұл салқындағандық талап етеді. Бұл эмоцияның орны емес. Ресей бұрқ сарқ етем деп, мінекей, Белоруссиясы ар жақты қырғын болып жатыр, Армениясы ар жақты Пашинян тіпті орнынан алып тастаймыз, Ресейдің кесірінен жеңілдік қырылып жатыр қазір халқы. Бұл бір. Екіншіден, Орта Азияда өзінде одақтас болып жүрген мемлекеттер біз яки міне Ресейден алыстай бастады. Түркі мемлекеттер ұйымы. Біз түркі әлемі бірге боламыз деді. Ресей неге осы сигнал түсінбейді? Неге тыныш қана, тыныш экономикалық тұрғыда тиімді партнер болатын тып-тыныш одақтас болмайды? Бұл түсінді ғой. Бітті, бәрінің теріс айналды одан. Жалғыз қалды, бүкіл әлем санкция салды. Бітті ғой шаруасы. Менің ойымша Ресейдегі саясатты өзі білесіздер, саяси эшелонда екі түрлі жаңағы көзқарастағы азаматтар отырады. Оны саясатта кептерлер, яғни көгершіндер және қаршығалар деп айтады. Голубые ястребы деп аталады. Яғни голубтар дегеніміз, олар кептерлер дегеніміз более диалогқа келу арқылы, әріптестік, одақтастық арқылы шешуге тырысуға, яғни бір өзара әріптестік арқылы шешеді дейді мәселелерді. Ал ястрептер олар барынша жаңағы мыжиық, жаншиық, қорқытайық, үркітейік, ұрайық, соғайық, осы арқылы өзіміздің позициямызды бермейміз деген сияқты көзқараспен ұсталады. Сондай көзқарас ұстанады. Қазіргі Ресей билігінде отырған азаматтардың басым көпшілігі Кремльде отырған жаңа Путиннен бастап, менің ойымша олар осы ястрептердің позициясын ұстанады, яғни қаршығалардың позициясын ұстанады. Олардың көзқарасы енді Путиннің өзінің мысалы шыққан саяси карьерасына қарайтын болсақ, КГБ-дан шыққан азамат деген сияқты. Олар более әскери метод, қысым көрсету арқылы, сол арқылы өздерінің позициясын бермеуге тырысады. Бірақ менің ойымша олар бұл әрекетті ұстанған сайын олардан алыстаушы және олардан кетуші мемлекеттер мен халықтардың саны өте көбейді. Тіпті бауырлас, дос, діні, тілі, түрі ұқсас Украинаның өзі одан теріс айналды. Осының әрекетінің арқасында. Айналайын бауырымды құшақтап, арқасына қақса, Украина ондай жаңа дәрежеге кетпес еді. Тым болмағанда екеуінің арасында сәлеме түзу, сауда қатынасы жақсы деңгейде болатын еді. Бірақ оның Ресейдің реакциясының әсерінен осындай болды. Енді ең соңғы жаңағы әріптесі қалды, ол Қазақстан және Қырғызстан деп айтсақ болады. Осы екі мемлекетте қысым жасау арқылы ұстап қалғысы келеді, бірақ бұл методтың шын мәнінде жүзеге аспайтынын ол көрсетіп отыр. Себебі Ресей қаншалықты ақпараттық шабуыл жасаған сайын қазақстандық қоғам, бәлки Қазақстан билігі де шығар, Ресейден соншалықты алыс жүру керектігін және Ресейден барынша сақтану керектігін іштей түсінген сияқты. Бұл мысалы жаңағы өзіңіз айтып өткендей бір түркі мемлекеттеріне жаңа жақындау. Мысалы айтатын болса, Қазақстандағы әскери резервтік жүйені енгізу, оның барлығы жайдан жай емес қой мысалы. Оның барлығы керек болса дайын боламыз деген сияқты бір сондай қарым-қатынастар туындатады. Яғни біз ешкімге бізге қысым көрсетуге повод бермейміз, былайша айтқанда сылтау бермейміз, бірақ бізге негізсіз соқтықтың барлығы өзіне деген алшақтықты туындатады. Сондықтан менің ойымша Ресей мұндай іс-әрекеттерді, мұндай методтарды, амалдарды әріптестік, достық, экономикалық сауда қарым-қатынастары арқылы жандандыруға ұмтылуға тиіс. Себебі расымен де Қазақстан ешқайда қашып кетпейді ғой. Қазақстан мен Ресей құдай қосқан көрші және территорияны көтеріп біз Австралияға немесе Африкаға кетіп қалмаймыз. Сондықтан Қазақстан мен Ресей шекаралық қарым-қатынас байланыс болады және сауда қарым-қатынасын дамытуға ұмтылу керек. Қысым көрсету арқылы, экономикалық жаңағы саяси рычагтар мен давление жасау арқылы емес, әріптестік арқылы. Осыны Кремль енді күндердің күнінде бір түсінетін шығар менің ойымша. Әскери резерв деп қалдыңыз ғой, енді қарапайым халықтың көкейінде сұрақ тууы мүмкін. Мен де бір айтайыншы енді. Сұрайыншы сізден. Құдай сақтасын. Бірақ енді анау ашудан көзі көрмей қалған адамнан кез келген нәрсені күтуге болады ғой, сіз айтқандай. Бір бұлқыныс болып кетсе, түркі мемлекеттер ұйымы, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, Әзербайжан, Ресейдің жақсылап тұрып шапалағын беруге әліміз келеді ғой. Біріншіден, қазір мемлекеттердің арасында әскери одақ құрылған жоқ. Түркі мемлекеттерінің арасында әскери одақ құрылған жоқ. Сондықтан әрине доброволец дейді ғой, былайша айтқанда өз еркімен келіп жаңағы әскери ұрыстарға қатысқысы келетін
азаматтар болатын шығар. Болатын шығар емес, болады енді, оны сөзсіз жоққа шығаруға болмайды. Тіпті Қарабақ соғысында да Қазақстаннан барып соғысқан азаматтар да жетерлік қой. Сондықтан Түркиядан да қаншама азаматтар барды деген сияқты. Тіпті Дос Көшім ағамыздың өзі мысалы саясаттанушы, сол Қарабақ соғысына барып жаңа соғысуға кезінде инициатива танытқан деген сияқты. Сондықтан ондай азаматтар болады. Менің ойымша енді әскер жібермесе де қару-жарақ тарапынан және экономикалық тараптан көмектер болуы мүмкін. Әсіресе Түркияның қару-жарақ тарапынан көмегі кез келген түркі мемлекеті үшін қазіргі таңда өте қажет. Себебі Түркия расымен де қару-жарақ тарапынан өте жоғары деңгейге жетті. Соққы жасаушы дрондар, зымырандар, соққы жасаушы соңғы деңгейдегі 5-ші ұшақтарды жасауға дейін қазірдің өзінде ұмтылып жатыр. Осының барлығы Түркияның расымен де НАТО-дан алған тәжірибесінің жоғары екенін, өзінің ішіндегі технологияларды заманауи қолдана білетіндігін көрсетті. Және соңғы соғыста түркиялық қару-жарақтың Армениядағы ресейлік қару-жарақтан басым түсуі расымен де түркиялық қару-жарақтың сапасының жоғары деңгейде екенін дәлелдеді. Сондықтан осындай бір қару-жарақ деңгейінің өзінде де көмек болатын болса, оның өзі біз үшін жалпы түркі мемлекеттер үшін толағай бір жаңағы жетістік, табыс деп айтса болады. Сондықтан осындай деңгейде болатын шығар енді. Әрине соғыстан Құдай сақтасын, бірақ енді жаман етпей жақсы жоқ. Егер болып қалатын болса, осындай деңгейде көмек болады деп ойлаймын. Оңдырмаймыз дейсіз ғой. Енді шамамыз келгенше ғой. Жақсы. Енді халықта анау бір кейде оқып қалам, комментарий бір үрей сияқты оқып қалады, соны айтып жатқанбыз ғой. Пайымдамаңыздар. Шапалағын береміз жақсылап деп. Десек болады ғой. Болады ғой, енді біздің басымыз енді отан үшін соғысқан Кейкі мен Кенесарының Махамбеттің басынан артық емес. Қасық қанымыз қалғанша әрбір қазақ тұрады деп ойлаймын, жер үшін, ел үшін. Енді қараңыз, кешеден бері әлеуметтік желіде бұрқысар талқыланып жатқан дүние оған сіз де пікір білдірдіңіз. Ресейде Қазақстан Республикасының азаматшасын 3 орыс полицейі зорлады, 3 айыпты болды, бәрі дәлелденді. Бірақ аяқ астынан кеше 3 де бостандыққа шыға келді. Сіз жаздыңыз. Сыртқы істер министрлігі бар ма, тірі ме, істің әділ тергелуін талап етіп қыздың құқығын кім қорғайды дедіңіз. Демек, бұл жерде саяси астар көріп отырсыз ба? Менің ойымша енді бұл 3 азаматтың зорлағаны анық дәлелденген. Медициналық сараптамамен де, басқа да жаңа куәгерлердің, қыздың өзінің тарапынан, және бұл жерде енді сол нақты расымен де Ресей құқықтық мемлекет болатын болса, және өзі айтып жүрген жаңа ксенофобияға қарсы мемлекет болатын болса, ендеше ол азаматтар сотталуға тиіс еді. Бірақ сот залынан олар босап шықты. Бұл дегеніміз менің ойымша бір қандай да бір сигнал болғанда да енді мүмкін жаңа азаматтық деңгейде бұл басқа мемлекеттің азаматтарының құқығы нақты қорғалмайтынын көрсеткісі келген болар. Сондықтан да бұған біздің сыртқы істер министрлігі қандай да бір реакция танытуға тиіс еді. Мүмкін енді алдағы таңда танытатын шығар. Реакция қандай болуға тиіс? Менің ойымша іс ақталып шықты. Біріншіден, неге ақталып шықты? Бізге осыны түсіндіріп берсеңіздер, бұл бір. Екіншіден, адвокаттар, яғни қорғаушылар қайтадан жалдап бұл істі қайтадан жандандыру керек болатын болса, ресейлік сотқа емес, халықаралық соттарға, жаңағы шағымдану, халықаралық ұйымдарға дейін шағымдану мәселесін көтеру жағын қарастырамыз. Бұл екі. Және үшіншіден, жаңағы азаматшаның, қазақстандық тұрғынның барлық осы сот процестеріндегі шығындарын, қаржылай шығындарын, енді оның барлығы білесіздер, оңай қаржы тұрмайды. Сол қаржылай шығындардың барлығын біздің тараптан, сыртқы істер министрлігі тарапынан көтеріп алатыны жайлы айтылатын болса, бұл қазақстандық тараптың адекватты жауабы болатын еді. Алдағы таңда мүмкін сондай жауап танытатын шығар. Сондықтан бұндай іс-әрекеттер болып жатқан кезде осындай заңи тұрғыдан, әрине құқықтық тұрғыдан осындай реакциялар таныту қажет. Себебі Қазақстанда осындай іс болатын болса, мысалы Ресей азаматын сондай болатын болса, қазіргі таңда әлеуметтік желіден бастап жаңағы сайттар, мақалалардың барлығы ауылға кірген бөрінің, шығып кеткен бөрінің артында шулап жататын еді, шындығы керек. Қазақстанда ксенофобия, орыс тілділердің құқығын таптап жатыр, Ресей азаматтарын адам санамайды деген сияқты күні-түні тоқтамай жазып, көрсетіп, телеарналар солай шулап жататын еді. Ал бізде өкінішке орай ешқандай оқиға болмаған сияқты осындай бір үнсіздік. Сондықтан менің ойымша сыртқы істер министрлігі осындай реакция таныту керек, егер ол бар болатын болса, әрине. Жақсы. Қазақстан Республикасының азаматтарының ішінде де солтүстікке қарап ұлитындардың бар екенін жасыра алмаймыз ғой, олар не істейміз? Олар бар, олар жоққа шығаруға болмайды. Кейде енді 5-я колонна деп те жатады ғой, енді 5-ші колонна деп те атап жатады. Менің ойымша енді уақыт өте келе олардың барлығы ақырындап азая бастайды. Бұның барлығы тікелей жаңағы ұлттық идеология дейміз, ұлттық құндылық дейміз, тәрбие дейміз.
Соған байланысты ол бір, екіншіден енді бұл жерде медианың, әсіресе медианың ойнайтын рөлі өте жоғары, себебі адамның қабылдауы вербальды 80%, 20% ғана жаңағы тікелей қабылдау. Сондықтан не көрсетіп жатырмыз, не айтып жатырмыз, осыған тікелей байланысты. Енді кішкентай бала 3 жасынан бастап жаңағы ютубты қосқан кезде алдынан Ресей түсірген мультфильмдер шыға беретін болса, арналарды қосқан кезде 60 арнаның 50 ресейлік арналар болатын болса, газеттерден дүңгіршектен газетті сатып алған кезде 100 газеттің 90-ы ресейлік газет болатын болса, әрине азаматтың басында туындайтын идеология ол ресейлік идеология болады, ресейлік көзқарас болады, әлемге деген көзқарас ол ресейлік тұрғыдан болады. Сондықтан ең бірінші ел болам десең, жаңағы ақпараттық кеңістігіңді түзе, ел болам десең ютубыңды түзе, телеарнаңды түзе, ұлттық деңгейдегі қазақстандық өнімді, барынша қазақстандық өнімді көбейткен сәтте ғана барып, азаматтардың Ресейге қарап болған емес, өзінің отаны үшін жаны күйетін азаматтардың саны көбейеді деп ойлаймын. Жақсы. Сөз басында түрік мемлекеттер ұйымы туралы айтылған кезде тұран одағы дедіңізде бір езу тартқандай көріндіңіз. Неге? Өйткені енді біз тұран одағы дегенді жаңағы әскери одағы ретінде де ғана көпшілік сөйтіп қарастырады. Одан кейін көпшілік ойлайды, енді неге екенін білмеймін, жалпы өзім көпшілік тұран одағын тек қана бір әскери одақ ретінде қарастырады. Бірақ менің ойымша тұран одағы деген егер болып қалатын болса, мүмкін 2040 жылы жаңа стратегияның аясында ол болатын шығар. Ол әскери одаққа қарағанда экономикалық одақ болуы тиіс. Ал әскери әріптестік ол әрине ақырындап, мысалы, ешқандай одақсыздық, әскери бір одақсыздық Әзербайжан мен Түркияның арасында қарым-қатынас деңгейінде де жаңағы ықпалдасуға болады екен. Оның да жақсы нәтижесі болады екен. Сондықтан бізге енді жаңағы экономикалық пайда әкелетін одақ керек. Ол әрине азаматтардың әлеуметтік жағдайын, жұмыс табу жағдайын, білім деңгейін көтеретін, одан кейін елімізде өндіріс деңгейін арттыратын, өзіміздің тауарымызды сыртқа экспорттай алатын, жаңа жолдар ашатын сондай бір одақ керек. Егер тұран одағы болатын болса, ол әскери одаққа қарағанда экономикалық одақ сипаты басым болғанын қараймын. Әрине әскери аспектілері болса да, оған ешқандай қарсылығым жоқ. Жақсы. Түрік мемлекеттер ұйымы президенттері барды, бас қосты, ұйымның аты өзгерді, стратегия қабылданады деген сөздерді мінекей айтып жатырмыз 40 минуттан асты. Ал дәл осы ұйымға бәрібір аты өзгерсе де жаңа ұйым ретінде ғой, енді деңгей көтерілді дедіңіз. Мүше болған мемлекеттердің қарапайым азаматтарына, яки сізбен бізге қандай міндет жүктеледі? Біріншіден енді стратегия қабылданады деген стратегия қабылданып қойды. Ол стратегия жаңа түрік мемлекеттер ұйымы деген сайтқа кірсеңіздер, соның ішінде 17 беттен тұратын стратегия бар. Сол стратегияның ішінде сіз бен бізге қандай тиімділіктер қажет екені жазылған. Біріншіден ол туризмге қатысты, яғни көптеген бағдарламалар ашылады екен, оқып шықтым, қарап шықтым, яғни ол мемлекеттердің арасындағы туристік қарым-қатынастарды дамытуға негізделген. Әсіресе бұл тұрғыдан Қазақстанның және қазақстандық азаматтардың, туризммен айналысатын азаматтарға көптеген тәжірибелер жинауға мүмкіндіктер беріледі. Ол тұрғыдан бізге үлгі болатын әрине ол Түркия. Себебі Түркия жылына кемі 20 миллиард доллар осы туризм саласынан табады, өте қыруар деңгейдегі қаржы. Сондықтан осы тәжірибелерді жинау керек, яғни ол сервистан, қонақ үйдің сервисі деген сияқты жаңағы мәдениет, гидтарды таныстыру, тағысын тағылар. Бұл бір. Екіншіден, түрік мемлекеттерінің арасында туристер үшін енді болашақта әуе ұшақтарының билеттерін арзандату мәселесі қарастырылуы мүмкін дейді. Ол мемлекет аралық келісімдер бойынша жүзеге асады. Бұл да бір тиімді. Үшіншіден, кинематографияны дамыту, яғни кино түсіру саласын дамыту. Түркия енді бұл жерде сөзсіз көшбасшы, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан ол жақтан да үйренетін, жалпы біздің ғана емес, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, жалпы осы ұйымға мүше мемлекеттердің үйренетіні көп. Және төртіншіден ол медицина саласы. Түркияның медицина саласы өте жақсы дамыған. Бүгін ғана мысалы Мамин өзі бір сөзінде айтып қалды, Түркияның үлгісінде 20 госпиталь, яғни аурухана, 20 аурухана саламыз деді. Ол өте жақсы бір қабылданатын тәжірибе деп ойлаймын. Яғни осындай бір үйренетін жақтарымыз өте көп болады. Сондықтан енді түркі мемлекеттерінің бір болуы, жаңағы мемлекеттердің арасында әріптестіктің жақсы дамуы тек қана басшыларға байланысты емес, ол сол мемлекеттердің халқына да тікелей байланысты. Ешкімде жаңағы ол одақта болғысы келмесе, ол әріптестікті ары қарай жандандырғысы келмесе, оны қолынан жетектеп, жаңағы таңертең ұйқысынан тұрып жылаған баланы садикке сүйрегенде сондай бір әсер қалдыруы мүмкін. Сондықтан бұл жерде тек қана басшылардың емес, сонымен қатар сол мемлекет халқының ынтасына, ерік жігеріне де тікелей байланысты. Менің ойымша, түркі халықтарында бұл ерік жігер бар.
ол көрініп отыр, ол әлеуметтік желідегі жазбалардан, сайттардан, сондықтан ақырындап алға жылжу болады. Жақсы, енді өте жақсы талқылау болды, Асхат, рахмет. Енді мына нәрсені сұрамай кете алмайын. Кеше сіздің Facebook парақшаңыздан көрдім. Белоруссия мен жаңағы Польшаның арасындағы шекарада қарапайым халық, енді ана айдалада қаңып қалған халықты көргенде жүрегім қан жылады. Одан бөлек анау громкоговоритель айтылып жатқан сөздер, және Польша бетінде сарбаздар қарумен тұр, ауыр техника тұр, водомет бәрі тұр. Бірақ енді олар Еуропа ғой, енді қарапайым адамдарға қарсы оқ атпас дегендей ішкі бір білмеймін, бір кішкентай үміт бар. Бұл немен аяқталуы мүмкін? Лукашенко не істегісі келіп отыр өзі? Біріншіден, білесіздер, бұл саясаттың соңында тек қана Лукашенконың жеке шешімі деп ойламаймын. Бұның артында енді Мәскеу тұрған сияқты. Яғни Лукашенко таяу шығыстағы, әсіресе Сирия, Ирак, Йемендегі қалталы азаматтар, енді босқындардың басым көпшілігі олар қалталы азаматтар деп айтуға болады. Өйткені самолеттармен ұшып келу үшін біршама қаражат керек, шындығына керек. Сондықтан Лукашенко осы босқындарды, яғни сол аймақтың халқын алдап, арбап, біздің Белоруссияға келесіздер, Белоруссияда ары қарай Польшаға өтіп, Польша арқылы Германияға барасыздар. Және Германиядан жаңағы саяси баспана алып, статус алып, сіздер жаңағы сол жерде тұрақтайсыздар деген сондай өтірік бір амал айлаларға барып, мыңдаған босқында келді Белоруссияға. Енді соның нәтижесінде қазір Белоруссия мен Польшаның шекарасында үлкен хаос болып жатыр. Оны білесіздер, мигранттар өтеміз дейді, поляктар өткізбейміз дейді, мигранттар елге қайтқымыз келеді дейді, белорустар артынан автоматпен аспанға оқ атып, жоқ, Польша тарапына қарай, Польша бағытына қарай жүресіңдер дейді. Яғни осындай бір трагедия болып жатыр, енді шындығына келе алып қалған кезде, мына демократиялық өркениетті әлемде. Енді бұның соңы немен аяқталуы мүмкін? Біріншіден, менің ойымша, Польшаның тарапы жасап жатқан іс-әрекеті әрине өте маңызды және өте дұрыс. Неге? Себебі жас баланың жаңа ана жерде енді адам ретінде жаның ашиды, әйелдерге, балаларға арқа жайлы болса, арқа рауып несі бар дейді ғой, қазақ жақсы өмірден келіп отырған жоқ, бір ана Белоруссияның қай-қайдағы жаңа даласына. Сондықтан сондай бір қиналып келіп отыр, баспана табайық деп келіп отыр. Ал оны саяси өзінің ойынына Лукашенко тарапы қолданып отыр. Енді поляктар әрине ол саясатта, жаңа өзіңіз айтқандай, саясатта жүрек жоқ, ми ғана бар. Ал ми не дейді? Ми оларды өткізбе дейді. Себебі оларды өткізетін болса, біріншіден бұның артынан осалдық танытқан кезде, білесіздер, бұға берсең сұға береді, осалдық танытқан кезде дәл осы маршрут ары қарай жандануы мүмкін. Белоруссия әкеле береді, Польша тарапынан өте береді деген сияқты. Олай әкеле беру Минскке де пайдалы, себебі ұшақтарынан жаңа біраз қаржы табады деген сияқты. Сондықтан поляктар оларды өткізбейді. Саяси шиеленіс артады. Тіпті енді ана жерде күн суытады, жақын арада білесіздер, қақаған қыс келе жатыр деген сияқты. Сондықтан босқындар тарапынан біршама азаматтардың жаңағы қайғылы деңгейде қаза табуы да мүмкін, бірақ Польша тарапы егер де бұл жерде қатаңдық танытатын болса, онда мемлекеттік шекараны нақты қорғап қалады және ұлттық мүддені де қорғап қалады. Ал Белоруссия тарапынан Еуропалық одақ біріккен санкциялар сала бастайды. Ол әсіресе қазір белоруссиялық әуе компанияларына салынады, екіншіден шенеуніктеріне салынады, одан кейін тіпті Белоруссияның тауарларын алмау, шекараны тұтас жабу, Белоруссиядан келетін түрлі тауарларға санкция салу, компанияларын санкция салу, яғни экономикалық блокадаға түсуі мүмкін Еуропалық тарапынан. Сондықтан қазір Лукашенко қандай да бір көздер қолдандым деп ойлап отырған шығар, бірақ кері сальдо кезінде ол Лукашенкоға қарсы соққы болуы мүмкін. Ал зардап шегетін бұл жерде бірақ дүние ол жаңағы соғыстан, аштықтан қашып келген босқындар. Қарапайым сұрақ қоя салайыншы, Асхат. Санкция дейсіз, Ресейге салынмаған санкция жоқ. Құлап қалған мемлекет жоқ қой, мүмкін басқа бірден ойлап табу керек шығар. Көпшілік осылай айтады, бірақ мен бұнымен келіспеймін. Неге екенін айтайын. Санкция деген ол бір жылда құлататын дүние емес. Және санкциялардың мақсаты ол көпшілік ойлайды, Ресей ыдырайды, Ресей ертең құлайды, санкция салынды, Ресей 2 жылдан кейін құлайды екен деген сияқты. Ондай пікірден алшақ болуға тиіс деп ойлаймын. Мысалы, осыдан 50 жыл бұрын сіз КСРО азаматы болып болсаңыз, және сіз менен КСРО құлайды десеңіз, мен де КСРОның азаматы болсам, мен айтатын, Нартай, сен не айтып тұрсың? Қайда КСРО құлаған? КСРО әлемдегі ең қуатты мемлекет қой деген сияқты мен сізге жауап беретін едім. Ал КСРОның қуаты қазіргі Ресейден 10-15 есе мықты болған. ВВП-сы, ішкі өнім, әскери қуаты өздеріңіз білесіздер. Ал қазіргі Ресей онадан 10-15 есе әлсіз. Және Ресейге санкциялар 2014 жылдан бастап салынды, Украинада жағдайдан бастап. Сондықтан ақырында Ресейде әлсіреу бар.
ол әсіресе экономикалық жағынан Ресейдің алтын қоры біресе көбейеді, біресе азаяды. Пенсияларды беру жағынан Ресейдің IT технологияларға әсіресе қол жеткізуі, заманауи технологияларға қол жеткізуі, сауда қатынасында партнерлық негіздері азая бастады. Бұның барлығы әлеуметтік деңгейден ақырындап әсер етеді. КСРО-ға салынған санкциялар да дәл солай әсер ете бастады. Білесіздер, нефтяная игла дейді, яғни КСРО мұнайға отырып алған, газға отырып алған мемлекет еді. Бірден сол секторға санкция салды, артынша басқа да секторларға санкция сала бастады. Олардың барлығы әсер етіп, нәтижесінде 60 жылдардың соңында салынған санкциялар Қырғыз қабақ соғысында 90 жылдарға дейін 25-30 жылдың уақыттың нәтижесінде КСРОны ішінен жегідей жеп, тіпті 80 жылдары КСРОда Мәскеуде нанға, шұжыққа деген ұзын сонар кезекпен аяқталып, соңы 15 тәуелсіз мемлекеттің пайда болуына келді. Сондықтан санкциялар ұзақ мерзімді болады. Және олардан 1-2 жылдың ішінде нәтиже күту ақымақтық. Ал енді Беларусияның дәрежесінде Беларусияға салынған санкциялар Беларусияны ыдыратпаса да, ыдырамайды да өзіндік, өйткені өздеріңіз білесіздер, онда басқа автономиялық негер жоқ. Беларусияны барынша Ресейдің құшағына енуге әсер етеді. Яғни одақтас мемлекеттен 97 жылы қабылданған жоба бар, 28 оның ішінде подпункт бар, соның барлығына қол қойылды, оның барлығына қол қойылған нәтиже әсер етті, ол санкциялар және батыстың қысымы. Сөйтіп Беларусия өзінің дербес саясатынан айырылып, ресейлік бағытқа қарай жылжып бара жатыр, және санкцияның нәтижесі сол болатын шығар. Ол санкциялар өкінішке орай бізге де әсер етеді, біз не істей аламыз? Бізге де әсер етеді, бізге әсер ететін себебі біз жаңа Евразиялық экономикалық одақ дегенге мүшеміз. Сондықтан Ресейге кез келген жасалған соққы, Ресей енді батып бара жатқан кеме, былайша айтқанда, батып бара жатқан кемеден тірі қалудың жолы бір-ақ нәрсе, ол құтқарушы елейтін өзіңізге үстіңізге киесіз, кемеден секіресіз, шығып кетесіз, әйтпесе бірге кетесіз. Сондықтан Қазақстан ақырында бұл Евразиялық экономикалық одақтан да бірден шыға салу мүмкін емес, өйткені олардың арасында бір ғана шарт емес, көптеген шарттар бар, ақырында алшақтау керек. Әрине ол қиын, әрине ол саяси тәуекелдерге әкеліп соқтыруы мүмкін. Бірақ тұтастай жаңағы кері әсері тигенге қарағанда ақырындап жаңағы алыстаудың амалдарын қарастыру керек шығар. Жақсы. Жақсы адаммен пікірлескен жақсы ғой. Тағы бір сауал келіп қалды. Мен Инстаграмда Светлана Тихановскаяны оқимын. Білесіз ғой енді, Лукашенко алғы жаңағы несі болған, күйеуі қамауда жатыр, қайраткер әйел екен, обалы керек. Соң қарасам, Еуроодақта жүреді, ана бүкіл елдің Еуропада президенттері қабылдайды. Еуропада қарасаң, Лукашенко емес, Тихановская президент сияқты Беларусияның. Ол келе ала ма, жоқ па? Менің ойымша қазіргі Лукашенконың билігі құламайды. Лукашенконың билігінің артында өйткені тек қана Беларусь әскері емес, Беларусь құқық қорғау органдары емес, Ресейдің әскері мен құқық қорғау органдары отыр. Путиннің жаңағы барынша жақтайды деген сияқты. Сондықтан Путин билігі тұрған кезде Лукашенко билігі де тұрады. Сондықтан Тихановскаяның билікке келуі, менің ойымша, Лукашенко өмірден өтпей мүмкін емес, және Лукашенконың биліктен кетуі Путин тұрған кезде тиімді Путинге Лукашенконың отыра беруі, сондықтан Тихановскаяның келуі екіталай деген сияқты. Бірақ Еуропа мемлекеттері енді Тихановская біртіндеп ақырындап заңды және легитимді басшы ретінде мойындап келе жатыр. Бұл енді жаңа Венесуэладағы Гуайдоның жаңа билікке келу деген сияқты. Мадуроның билігі мойындамайды, Гуайдоның билігі мойындаймыз деген сияқты. Сондықтан осы сияқты іс-әрекеттер болуы мүмкін. Болашақта мүмкін жаңа өтпелі билік туып қалатын болса, билікті сол Тихановскаяға береміз деген сияқты Еуропа мемлекеттерінің бір келісімдері бар шығар. Сондықтан осындай бір келісімдер жасалып жатыр, бірақ әне-міне 1-2 жылдың ішінде Тихановская билікке келеді деп ойламаймын. Жақсы. Жаңағы Лукашенко туралы айтқанда, үнемі Путиннің жаңағы әскері, Ресейдің әскері деп қалдыңыз. Және Ресей батып бара жатқан кеме дедіңіз. Қазақта жақсы сөз бар ғой, бәленше сенің етегің жылтырап жүк көтерің дейді ғой. Ресей ішінде проблемасы былығып жатып, Беларусияға неге жармасып отыр? Сонша Лукашенкоға? Қараңыздар, саяси ұпай деген бар. Және саясатта рейтинг деген дүние бар. 2012 жылы Путиннің рейтингі өте төмендеп кетті. Тарихи төмендеу болды, шынымды айтайын. 2014 жылы Қырымды қосып алған кезде Путин керісінше тарихи ең жоғары рейтингке иеленді. Ең жоғары рейтингке ие болды. Себебі Путин жаңағы территорияларды жинаушы деген, аймақты жинаушы деген сондай атақ алды. Сөйтіп ол халықтың ішінде сондай көп жаңағы рейтинг жинап алды. Бірақ бұл өкінішке орай ұзаққа созылған жоқ. Ресей билігінің өкінішіне орай әрине. Және азаматтарға Қырымға қарағанда
есігіндегі столындағы наны мен холодильнигіндегі продуктісін толықтыруы маңызды екені 5-6 жылдан есіне түсе бастады. Яғни экономикасы нашарлаған екен. Енді қайту керек, енді рейтинг қайтадан түсіп бара жатыр. Жағдай нашарлауда, экономикалық жағдай нашарлауда бір ғана көзір қалады. Ресей билігінде өздеріңіз білесіздер, халықтың назарын қалай аударту керек? Ол Қырымнан да үлкен көзірді ұсыну керек. Ал Қырымнан да үлкен көзір дегеніміз ол Беларусия. Мысалы, Беларусияны қосып алатын болса, және бір оқ шығармай қосып алатын болса, 10 миллионға жуық халықты қосып алдық дейді. Бұл бір, енді одақтас мемлекет деген сөз жүзінде одақтас мемлекет, бірақ шын мәнінде ол Беларусияның Ресейге кіріп кетуі деген мағына білдіреді. Өйткені ол жерде екі астана дейді, ортақ екі астана дегенмен астанасы Мәскеу болып қала береді. Ортақ валюта дейді, ортақ валюта, ортақ парламент дейді. Оның барлығы ортақ дегенде ресейлік деген сөз ғой, шынын айтып келген кезде. Сондықтан бұл да Путиннің рейтингін өсіреді, және Путин білесіздер, былтыр конституциялық реформадан кейін обнуление болды. Одан кейін Путиннің бұрынғы сроктарының барлығы жоқ болды. Бұндай адамзат тарихы бұндай енді күлкілі жағдай бұрын-соңды көрмеген шығар, бірақ жоқ болды. Сондықтан Путин алдағы таңда тағы да 2 мәрте сайлана алады, 2032 жылға дейін. Сондықтан алдағы 2 сайлауда Путин өтетін болса, бұл Беларусияны қосып алу 2023 жылдан бастап жаңа одақтас мемлекет ақырындап іске аса бастайды дейді. Сол саяси рейтингін және саяси ұпайын жинауға үлкен көмек болады. Тағы бір сауал. Жақсы, 14-те рейтинг өсті, Беларусия қосылса рейтинг өседі дейді. Ресейдің халқы ше, айналайын, айлығың өспейді, жағдайың қиындап бара жатыр әлеуметтік тұрғыда. Жейтін асың басқаң жоқ, мемлекеттің әркіммен соғысып, әркіммен ұрысып жүр. Сен қалай ондай адамды қолдайсың, ондай билеушіні? Бір ғана айтайын, психология тұрғысынан алып қараған кезде, бұл жерде ксролог психология да бар халқында, және медиасы да енді сол ксролог кезінен күні түні насихат ететін медиа ғой, енді адамның санасына әсер ететін. Мен бір бағдарлама көргем, сонда былай. Камчатка деген түбек бар, білесіздер, Ресейде. Камчатка деген түбекте бір ресейлік қария қираған үйде, енді былайша айтқанда жалғыз өзі тұрады. Қираған үйде жалғыз өзі тұрады. Жегені қаранан, ішкені қарасу. Камчатка түбегінде. Және одан сұрайды, сенің мына өміріңе, әлеуметтік жағдайыңа, экономикалық жағдайыңа ризасың ба десе, Камчатка түбегінің азаматы айтады, біз Қырым түбегін қосып алдық қой, билікке рахмет дейді. Яғни өзі Камчатка түбегінде тұрып, жағдай анандай, ертеңгі ішер асын тауып жей алмай отыр. Бірақ Қырым түбегін қосып алғанына ризашылық білдіріп отыр да. Яғни олардың санасында ксролық билік, артынша сол насихатты идеологиялық деңгейде жалғастырған қазіргі ресейлік билік идеологиялық деңгейден соншалықты бір сіңіріп тастаған. Және мынандай сөз бар, белің қаншалықты қылдырықтай болса да, дейді, Ресей азаматтарының белі қаншалықты қылдырықтай болса да, оларды ары қарай жаңа қысым көрсете берсең, тағы бір белдіктің белдік енгізуге болатын тесік тесіп, ары қарай қыса беруге болады. Соған дейін де шыдай береді деген яғни көзқарастар бар. Сондықтан бұл жерде көбінесе психологиялық тұрғыдан алып қарайтын болатын шығар. Әрине бұл әділетсіздікке және әлеуметтік жағдайға, экономикалық жағдайға да көзі ашық, көкірек ояу, әсіресе 90 жылдардан кейін өмірге келген, ағылшын тілін білетін, және тек қана ресейлік пропагандаларды, Соловьевтарды, тағысын тағыларды көрмейтін, көбінесе шетелдік және сараптамалық ақпараттарды қарап оларды сұрыптай білетін азаматтар шынайылықты, әлеуметтік жағдайдың, әлемнің қаншалықты жақсы өмір сүретінін, тіпті өздері жау санайтын Америка құрама штаттарында Калифорния штатының бюджеті 2,5 триллион екенін, ал бүкіл Ресей құрамасының бюджеті 1,5 триллион екенін, яғни бір ғана штаттың 2 есе көп ақш табатын, соның барлығын жақсы біледі. Сондықтан олар ағылшын тілін үйреніп, Европаға, жаңағы Америка құрама штаттарына кетуге тырысады, ал Ресей мықты, Ресей күшті, Ресей қуатты деген пропаганда бұл көбінесе әлеуметтік жағдайы нашар азаматтарға арналған. Ресей пропагандасының, идеология пропагандасының дұрыс жағын, қазақ айтады ғой, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Дұрыс жағын алатын дүниесі бар ма біздің қоғамға? Бізде үнемі айтады осы, биліктегі адамдармен сұхбаттассаң да идеология жоқ дейді. Не десең ешкім түсіндірмейді. Ала аламыз бір нәрсе жоқ па? Идеология дегеніміз ол іс-әрекетпен жасауға тиіс қой, енді ол біз мықтымыз дегенді. Көбінесе біз мықтымыз дегенді Ресей билігі өзінің билігін күшейту үшін көрсетеді, патриоттық тұрғыдан. Бір ғана дүние айтайын, Ресей билігі ол әскери негізде, шындап келгенде енді милитаристік билік деп айтуға болатын шығар. Әскери негізде жаңағы негізделген билік. Мысалы Ресейде авангард деген жүйе бар. Авангард дегеніміз ол мектеп жасындағы балаларды оқытуға арналған мектептер. Және одан
жоғарғы оқу орындардағы 9 бен 11 сынып арасындағы оқушылардың барлығы өтеді. Былайша айтқанда олар кәдімгідей әскери дайындықтан өтеді. Соғысуға, жаңағы әскери қимылдарын өтуге. Оны ашқан жаңа Путиннің өзі болатын. Сондықтан осындай бір патриоттық тәрбиелерді күшейту керек шығар. Біздің тараптан өздеріңіз білесіздер, енді бізде скауттар жүйесін құрамыз деді. Одан кейін жаңа экологиялық жаңағы қозғалыстар құрылды деген сияқты. Бұның барлығы әрине экологиялық тұрғыдан, денсаулық сақтау тұрғысынан өте тиімді оқушыларға, жаңа жасөспірімдер деген сияқты. Одан бөлек біздің жаңағы енді ұлттық негіздегі жаңағы қозғалыстар болып қарағанда, енді клубтар құру, мысалы қазақ тілін насихаттайтын клубтардың құрылуы, олар бізде әрине бар, бірақ олардың насихаты жоғары деңгейде жоқ. Сондықтан осындай бір идеология дегенді осыларды алып қарау керек шығар. Және идеология деген ол не? Ол қажеттілік. Идеология деген қажеттілік. Мысалы, Ресейдің бір ғана идеологиясы бар, ол орыс тілін және орыс тарихын білу қажеттілігі. Кез келген мигрант, кез келген азамат, егер де Ресейде жұмыс істегісі келсе, тест тапсырады, ол тестта Ресейдің тарихын білу керексің, Ресейдің тілін білу керексің, орыс тілін білу керексің. Осы екеуін білсең жұмыс істей аласың, білмесең ренжімеңіз, кері қайтасыз. Жириновскийдің сөзімен айтқан кезде вокзал, чемодан жаңағы. Сондықтан Қазақстанда да осындай бір қажеттілік болатын шығар. Идеология деген тілдік тұрғыдан идеология болатын болса, қазақ тілін білсең, мансаптық тұрғыдан өсесің. Қазақ тілін білу қажеттілік деген сияқты, әсіресе мына мемлекеттік қызметте осындай бірлер қалыптастырып тастайтын болса, және ол жоғары мансаптық деңгейде өсетін жаңағы негіз қажеттіліктер болатын болса, идеология ақырындап қалыптасады деп ойлаймын. Сол кнопканы басу кімнің қолында? Әрине, ол биліктің қолында. Себебі бізде көбінесе айтады ғой, енді кез келген азаматтар жаңағы мынандай сөз бар ғой, өзің қазақша жаңағы бүйтіп айтып жатады ғой, бізге азаматтар өздері қазақша сөйлеуге тиіс деген сияқты. Бірақ енді үлгі болуға тиіс қой. Үлгіден бұрын қажеттілікті туындататын билік, заңнамаға қол қоятын билік, жарлықтарды, қаулыларды қабылдайтын билік. Сондықтан қазақ тілінде сөйле деп халық айта алады, бірақ қазақ тілінде сөйлеу міндетті деген құжатты билік қабылдайды. Сондықтан ең соңғы алып келетін кезде қол қойылатын ол биліктік тарап. Сондықтан кнопка да, қол да биліктің қолында. Жақсы, рахмет көп Асхат мырза. Енді жуық арада қатты үміттенемін офлайн сұхбат жасарымыз деп, өйткені әлі айтатын, талдайтын тақырып көп. Бүгінгі сауат сараптамаңыз үшін сізге көп рахмет айтамын. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Амандықта жүздескенше.